Тумау болып ауырып жүрсіз бе, және ешқандай әдіс көмектеспей жатыр ма? Осы видеода бір-ақ күнде емделетін әдісті айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Сәлем құрметті алтындарым, осы күнде қараймын мен подписчиктерім қанша болды екен деп. Подписчиктерім жай көтеріліп жатыр, өйткені каналыма келген адамдар тек қарайды, тіркелмей кетеді. Сондықтан да каналдың еңбегін бағалап, лайк басып және тіркеліп қойыңыздар, өтініш. Алдын ала рахмет айтамын, және достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Ол үшін бірінші су аламыз. Суды қайнатамыз кастрөлге құйып. Сосын қайнағаннан кейін оның үстіне 2 үлкен қасық сода саласыз. Сосын содамен кішкене қайнаталасыз да өшіріп тастайсыз. Содан кейін плед немесе көрпе аласыз. Сосын соның ішіне кастрөлді қоясыз да өзіңіз бірге кіресіз. Сосын барлығын жан-жағын жауып тастайсыз. Кастрөлдің қақпағын ашып, сол буда отырасыз. 10-15 минут терлегенше отырасыз. Тек қана басыңызды емес, түгел денеңізбен сол көрпеге немесе пледке кіріп кетесіз. Түгел денеңізді барлығын жауып тастайсыз. Сосын сол жерде буға аузыңызды ашып отырасыз. Сол кезде сіздің жөтеліңіз, мұрныңыз аққан барлығы кетеді. Бұл әдісті бір күнде 4-5 рет жасаңыз. Ескерту: егер температура болса, онда ингаляция жасауға болмайды. Осы әдіспен сіз тұмаудан бір-ақ күнде емделіп шығасыз. Егер әдіс ұнаса, жалпы пайдалы ақпарат болса, Мама Терлегенский каналыма тіркеліп достар, лайк басып және достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Грипп болып ауырып жатқандар қазір көп, сондықтан да көбірек бөлісе жүріңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар.